Қазақтың үш қызы 1914 жылы қазақ газеті Орынбордан шығып тұрған кезінде редакцияда үш қыз істеген. Міне осы үш қыз Ғанижамал Дулатова, Аққағаз Душанова және Гүлайым Бағланова болатын. Аққағаз Душанова қазақтың ішінен шыққан атақты қыздардың бірі. Аққағаз батыс алашорда әскерінің барлаушысы болған. Ол тұңғыш рет қазақ қыздар арасында толық дәрігерлік курсты бітіріп, дәрігер, ғалым, зерттеуші деген атақ алған. Гүлайым Бағланова Германияда оқыған, Мұхтар Мурзиннің зайыбы болған. Ол кезде оқыған қазақ қыздарының алаштың жұмыстарынан тысқары қалуы мүмкін емес. Әкесі патша үкіметінде үлкен қызмет істеген. Қазақ газетіндегі үш қыздың біреуі Ғанижамал Досымбекова еді. Ғанижамал Міржақов Дулатұлының жары, қазақтың Сыздық Өтегенұлындай оқыған азаматтарының қызы. Алаш қозғалысы бастау алған кезден бастап тілеулес, қызметтес жандардың қатарында болды. Ақпарат Алашорда инста парақшасынан алынды. Оқыған Ғалбият Нұрзат.